Бәріне сәлем оқушылар. Бүгін сіздермен English кластың 6 сыныбының 5 юнитіндегі ревьюді талқылайтын боламыз. Каналға бірден тіркел, комментарийге лайк басуды ұмытпа. Балалар, қашан менің каналымда 10 000 подписчик және де 100 комментарий болғанда мен өзімнің кім екенімді айтамын. Мүмкін мен сенің апайын шығармын. Сонымен бастаймыз. Комментарийге рахмет деп жазуды ұмытпа. Бірінші тапсырмада match the words in the box with the words in the sentence дейді, яғни мына жерде берілген сөздерменен мына жерде берілген сөйлемдерді сәйкестендіруіміз керек. Бастадық. Tom is playing with the white pieces and the Karen with black дейді. Том ойнап жатыр ақ бөліктермен және де Карен қарамен дейді. Әрине ол бізде chess, шахмат. We are studying the 15th century this year. Біз оқып жатырмыз 15-ші ғасырда дейді. Яғни ол бізде әрине тарих, history болады. We go to the computer room for this class дейді. Бұл сабақта біз компьютер бөлмесіне барамыз дейді. Ол әрине бізде ICT акты. 4. Do girls play football in your school? Сенің мектебінде қыздар футбол ойнайды ма дейді. Ол әрине бізде PE, дене шынықтыру. We have 20 minutes in the morning. Бізде 20 минут бар таңертең дейді. Ол бізде әрине break, үзіліс. What's 13x95? Яғни 13-ті көбейтсем 95-ке қанша болады дейді. Ол әрине бізде математика. 7. The questions are always very difficult. Сұрақтары үнемі қиын. Әрине ол бізде экзам, имтихан. I play the guitar and the piano. Мен ойнаймын гитара және пианиноны. Ол әрине бізде music, музыка. Екінші тапсырмаға келдік. Екінші тапсырмада бізде complete the lists with the words in the box. Яғни мына жерде берілген сөздерменен мына бағаналар толтыруымыз қажет екен. Football, swimming, basketball. Түсінікті барлық ойындар. Science, geography, French. Яғни жаратылыстану, география, француз тілі. Homework, lesson, class. Үй тапсырмасы, сабақтар, сабақ. Fizzy drinks, water, juice. Яғни газды сусындар, су және де шырын. Burgers, crepes, chips. Бургерлер, фрилар және чипсылар. Apples, grapes, pears. Алмалар, жүзімдер және алмұрттар. Үшінші тапсырмаға келдік. Үшінші тапсырмада өзіміз орындауымыз керек. Өзің туралы мәлімет айтасың. Can мен can't-пен. Бастадық. I can swim 1 kilometer. Мен 1 километр жүзе аламын. I can't speak Mandarin. Мен қытайша сөйлей алмаймын. I can't stand on my hands. Мен басымды былай қойып тұра алмаймын. I can make pizzas. Мен пицца жасай аламын. I can't dance samba. Мен самба билей алмаймын. I can eat 6 burgers. Мен 6 бургер жей алмаймын. Төртінші тапсырмаға келдік. Төртінші тапсырмада осыдан сұрақ жасау керек және де жауап бересің. Бастадық. Can you swim 1 kilometer? Yes, I can. Мен жүзе аламын. Can you speak Mandarin? Сен қытайша сөйлей аласың ба? No, I can't. Мен сөйлей алмаймын. Can you stand on your hands? Сен бастан аяқпен тұра аласың ба дейді. No, I can't. Тұра алмаймын. Can you make pizzas? Сен пицца жасай аласың ба? Yes, I can. Жасай аламын. Can you dance samba? Сен самба билей аласың ба? No, I can't. Жоқ, билей алмаймын. Can you eat 6 burgers? No, I can't. Сен 6 бургер жей аласың ба? Жоқ, жей алмаймын дейді. Арғай кеттік. 5-ші тапсырмаға келдік. 5-ші тапсырмада жай ғана белгілеуіміз қажет. Мен бірден тек қана жауабын оқи берейін. Any болады бірде, 2-де much, 3-де a lot of, 4-де some, 5-де 6-да the, 7-де many, 8-де a lot of болады. 6-шы тапсырмаға келдік. 6-шы тапсырма мен 7-ші тапсырманың жауабы міндір. 1-де A, 2-де B, 3-де B. Каналға тіркел, комментарийге рахмет деп жаз. 4-де C, 5-де B, 6-да A. Мына жақта жауап listening-да. Апайларын кейде тыңдатады, кейде тыңдатпайды. Жауабы осы. Жалпы сабақ ұнаса комментарийге рахмет деп жаз. Каналға тіркел. Goodbye.